Сәлем. Бүгін маған TikTok-тан мына бір видео қалай жасалады деп сондай сұрақ келді. Қарай алмаймын, ай қалай алдаймын, берілсе де екі өмір саған. Енді осы роликті қалай жасау керек, соны көрсетіп жіберейін. Ол оп-оңай. Қазір TikTok-қа кіреміз, кеттік. TikTok негізі өзім ең жақсы көретін приложение. Өте жақсы, таза шығарады. Так, мінекей. Енді бізге TikTok-қа сурет алым керек. Мен мына жерде жоғарыда көріп тұрсыздар ғой. Видео, мынау фото. Фотоны таңдаймын. Фотоны басам, мінекей. Енді мына жерде фотода мен қыздардың жағы или бала бәрібір ғой. Осы жерде мен бір суретті таңдаймын. Мына қызды таңдайын. Мінекей. Добавить етеміз. Мына астына добавить деп тұр. Мына бірді үстіне басқанда бір болыпты и добавить. Добавить басқаннан кейін мінекей қыз шығып тұр. Енді наложение деген тұр. Мынау астында көрдіңіздер ме? Небір приложение жағы инструменттер. Мына наложениені басамыз. И плюсикті добавить наложение дейді. Мінекей ролик суретті или видеоны жібер дейді. Енді маған сурет емес, маған видео керек. Мінекей видеоны басамын. Осы жерде менің бір жүктеп қойғаным бар. Мына жерде жағы екі ғашықтың гүл беріп жатқан жері. Мінекей. Осыны басам, қосам. И мынаны қолмен жайлап былай үлкейтем. Мінекей. Осылай үлкейтем. Енді мінекей астында қарап тұрсыздар ғой, астында склейка деген мына екі кубик бір-біріне жазып тұр ғой. Соны басамыз. Мінекей. Бастық. Ал енді мынаны қазір мынау көк тұр ғой, жылжытамыз соны. Жайлап жылжытқан сайын өз астында сурет көрінеді. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Кейін ана екеуін туралай береміз қазір суреттерді. Мына жерде мына бала мен қыз тұр. Мінекей. Арт жаққа шықсақ, тағы да сәл анықталсақ та болады. Мына жерде астында тағы да фондар тұр. Егерде сол фондармен істейін десеңіздер, оның бізге қажеті жоқ. Сол үшін мына жерден алып тастаймыз. Мінекей, енді окейді басамыз, птичканы. Содан кейін мынау жағы сурет қой. Енді бұл суретті біз ұзартуымыз керек. Бұлай ұзартсақ та болады. И копировать етіп, астында копировать ететін бар. Мына копировать етіпті қосуға болады. Мен енді қолмен ақ ұзарта салайын. Әр приложениесін басып өтпей. Так, бітемін. Енді қазір көрейік, мінекей. Жағы жігіт қызға не беріп жатыр? Гүл беріп жатыр. Так, енді бітеміз. Назатқа шығамыз. Назатқа шығамызда жаңағы мына қызды туралайық. Қыз не толтып тұр бұл жерде. Бітіп қойсақ та болады. Любой роликті қоя берсеңіздер болады. Өздеріңіздің бала шағаңызбен отырған кездегі сондайды өзіңіз сурет қойып, немерелеріңізді или бала шағаларыңызды қойып қойсаңыздар, әдемі шығады. Мен қысқа нұсқа көрсетіп жатырмын, қыздар, жігіттер. Мына жерде әшейін бір 14 секундтық істеп жатырмын. Потому что арғай менде уақыт жоқ. Мына ұзарта берудің қажеті жоқ дегенім ғой. Мына жерде концовка деген тұр. Мына соңында мінекей. Ол капкут деген жазу шығатыны. Оны бізге керек жоқ. Оны мына мусор ящик тұр ғой, астында удалить деген. Мына үстін басқан кезде мына ағарады ғой, сол кезде басамыз былай. Так, мінекей енді осылай жасай берсеңіздер болады. Мінекей. Енді музыка қояйық.
Ал енді звук дегенді басамыз. Мынау астында тұр ғой, мына звук деген екінші. Соның үстіне басамыз. И звуки деген тағы да сол нотаның үстінен басамыз. Басқаннан кейін мынау файл тұр ғой, мынау музыка нотасының қасында файл. Соны басамыз. Басқан кезде мінекей ақ болып белгіленді. Енді извлечь звук из видео дейді. Мен мысалы жаңағы тиктоктан келген музыканы алсам да болады. Менің галереямда тұр да. Қалай не аламыз? Мінекей соны қоссам. Қазір мына үстіне басам. Мінекей мынаны үстіне белгілегенде мына көк болып жанады ғой төбесі. Импортировать только звук деген тұр. Міне соны басам. Міне извлечь звук деген и так та астынан уже шығып тұр. Мынау. Міне. Қарай алмаймын, ай қалай алдаймын. Қасындағы музыканы плюсикті басамыз. Мінекей. Міне жүктелді мінеқа. Енді соны Қарай алмаймын, ай қалай алдаймын. өстіп осындай ролик шығады. Енді бізге бұны ары қарай ұзарта беруге де болады, видеоларыңызды жаңағы. Енді мен главный сіздерге қалай қою керек, соны көрсетіп жатырмын. Мына музыканы қырқамыз, аяғына келген кезде өзіміздің видеомыз қай уақытта бітіреміз, сол кезде мінекей разделить деген тұр. Разделитті басамыз. Мінекей ақпен қоршалды мынау. Бөлетін нәрсеміз, мінекей удалитті басамыз, ящикті, жаңағы корзинаның үстінен. Мінекей. Міне. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне. Осылай жасай бересіздер. Видеоңызбен өзіңіз суретіңізді қосып, осылай жасай беруге болады. Енді бұны жүктейміз. Әдемі болып жүктелу үшін бізге не істеу керек? Мына төбедегі мынау 1080 деген тұр ғой, 1080-ді мына астындасын до конца бүйтіп жүргізіп қоямыз. Потому что сурет видеомыз анық болу керек. Егерде жазу керек болса, мінекей назад басамыз, қайтадан екі рет. Міне. Жазуды жазуға да болады. Мына жерде мен жазғым келіп тұрған жоқ. Ол жазуды өткенде көрсеттім, қалай жазу керек екенін. Сояқтан көре берсеңіздер болады. Мінекей болды. Бір пәсте жаңағыдай өзіңізге арнап ролик шығаруға болады. Енді ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазсаңыздар, сұрақ қойсаңыздар, обязательно шығып жауап беремін. Жақсы, келесі видеода көріскенше.